Ассалаумағалейкум, қадірлі қазақ елі. Мынау міне бір айдай болды. Спроси, если адам координатор. Адам бар ма, жоқ па, надо спросить вначале. Ассалаумағалейкум, қадірлі қазақ елі. Міне бір айдай болды біз осы онлайн концерттер беріп жатырмыз. Бұл мынау Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының біріккен жобасы арқылы жүріп жатқан үлкен мәдени шаралар. Осы консерваторияның ректоры бастап, бүткіл мұғалімдер, жастар, үлкендер, сізде үйде отырған, төтенше жағдайға байланысты үйде отырған сіздерге үлкен қызмет көрсетіп жатыр. Әсіресе біздің халық музыкасы факультет осы үлкен белсенділік көрсетіп жатыр. Соның ішінде домбыра кафедрасының ұстаздары, мынау күй өнерінің, әсіресе домбыра күйінің дәстүрлерін, олардың орындаушылық ерекшеліктерін, өңірлік, аймақтық өзгешеліктерін барынша көрсетіп, ойнап, сіздерге дәріптеп жатыр. Сонымен қатар көне аспаптар көрсетіліп жатыр, жетіген сияқты, шертер, саз сырнай сияқты біздің осы аспаптардан беретін жетекші мамандар жақсы өнер көрсетіп жатыр. Мен аға буын ұстаз ретінде осы жастарға, ұстаздарға үлкен ризашылық білдіремін. Радиодан да беріп жатыр. Ал енді бүгін мен осы кішкене концертімді Сүгірден бастағым келіп тұр. Сүгір Қаратау мектебінің көрнекті өкілі. Ол анау ықыластан кейінгі бүткіл домбырашыларға, соларға жол сілтеген, солардың Қаратаудың күйшілік мәнерін қалыптастырған аса көрнекті күйші композитор Сүгір Әлиұлы. Сүгірдің көптеген күйлері қазір осы оқу орындарында, тағы басқа концерттерде, қысқасы халықтың игілігіне кеңінен қолданылып жатыр. Мен қазір жолаушының жолды қоңыр деген күйден бастайын деп тұрмын. Бұл күйді жеткізген әрине Төлеген Момбеков, Сүгірдің басты шәкіртінің бірі. Алғаш осы күйді нотаға түсіріп жинақтаған, ол айтып кете келіп отырмын, ол мынау Мұхитов ағамыз, тағы да көрнекті зерттеушілер Сүгірді жан-жақты зерттеп жатыр. Жолаушының жолды қоңырының қысқаша тарихы былай. Баяғыда қазақ көші қонып жүрген кезде, жаңағы әсіресе жайлауға көшетін кез қазақтың бір кең шадыман, бақытты кезеңі болып саналады. Осында жастар құлпырып, жаңағы жігіттер жүйрік аттарға мініп, қыздар күймеге отырып, үлкен көш болғанда бір мереке болады. Осы мерекенің кезінде бір күйші жігіт күймеде отырған сұлуға келіп бір күй тартқан екен. Ол күй сондай мұңлы, өзінің ішкі зарын, тағы басқа армандарын келтірген екен. Күй сәл мұңлы естіледі. Жолаушының жолды қоңыры деп аталады. Жігіттің тартқаны.
тартқан екен жігіттің. Ал осында күйді естіп отырған күймедегі қыз жігіттің домбырасын сұрап, домбыраңызды бер әкеңізші. Күй деген бұндай біздерге зарлы күй жараспайды. Мен жолаушының жолдығын сізге бұлайша үйретіп берейін деп, жаңағы жігіттің домбырасын алып, басқа бір күй шерткен екен. Деген екен. Міне осындай күй тартыстарда осындай күйлер туған қазақтың. Енді мынау жалпы күй өнері өнер атаулының ең тереңі. Күй өнері өте бір қажет, дайындықты қажет ететін. Ол қазақтың болмысын білдіретін, қазақтың бүткіл арғы бергі тарихын білдіретін үлкен терең дүние болғандықтан бұған тәрбиелеу өте қиын, оңай емес. Мынау домбыра ұстағанның бәрі, домбырашылардың бәрі күйші бола алмайды. Өйткені дайындығы аз болады, түсінігі аз болады. Мысалы, қазақтың тарихын оқымасаң, арғы бергі жаңағы қасиетімізді білмесең, күйші болу өте қиын. Сондықтан мынау қазақ күйшіні адамның жорғасы деген. Адамның жорғасы, енді жорға жылқының ішінде 100-ден 1, 1000-дан 1 туады ғой. Сондықтан домбыра ұстаған бір күйші қиын. Бірақ дегенмен қазіргі жастарға мен ризамын. Осы домбыраға деген ықылас, домбыраға деген бір қызығушылық өте күннен күнге дамып жатыр.
Ол содан барып мінекей күй өнері дамиды. Біз күйшілер дайындауда осындай ұзақ тәрбиелік мәні бар әңгімелер айтамыз. Сондай-ақ домбыраның жаңағы мектепаралық жаңа айттық қой, күйшілік өнерінің әр өңірде әртүрлі дамып. Қазір шертпе күй, Аллаға шүкір, Қазақстанда кеңінен тарады. Біз мысалы мынау шығыстан, солтүстіктегілер Адайдың күйін, болмаса Маңғыстаудың күйін қалай ойнасақ, олар атыраулықтар біздің шертпе күйді солай ойнайды қазір. Ол да мынау біздің оқыту жүйеміздің дұрыстығын, күйді дұрыс үйретіп атқанымыздың үлкен бір бағытын білдіреді. Енді пәлсапа көбейіп кетпесін, күйге өткен жолғы жаңағы онлайн дәрісімде көптеген адамдар күй сұраған екен. Мысалы Хамзиннің жайлау күйін, Мұса Әбікеннің қоңыр күйлерін, осындай күйлер көбірек сұрапты. Мен соған орай қазір енді Мағауия Хамзиннің жайлау деген күйін ойнап берейін. Жайлау, Мағауия Хамзин Қазақстанның халық артисі, көптеген шертпе күйлерді концерттік деңгейге жеткізген, сондай бір өзіндік үрдіс, өзіндік орындау мәнерін қалыптастырған айрықша домбырашы. Ол кісінің шеберлігі, ол кісінің жаңағы күйді жеткізу мәнері үлкен бір мектеп болып табылады. Мынау жайлау күйі қазіргі заманғы күйлердің озық үлгісі болып табылады. Әрине табиғатты суреттеп бір керемет шаттықта отырған сурет бар, көркемдік. Бірақ дегенмен өте жарқын, сондай бір адамға сондай әсер беретін өте тамаша күй. Мағауия Хамзиннің күйі жайлау. Деген екен дейді мәкең. Енді тағы да айтарым, күйдің
жаңағы күй тыңдап тәрбиелеу керек. Мектептерде, үлкен жастар жүретін жерлерде күй музыкасын, күйдің әуенін көбірек қолданысқа кіргізу керек. Өйткені шетелде, басқа елдерде біздің күй сияқты шығармалар жоқ. Бұл өзі қазаққа берілген бір үлкен қазына. Осының бағасына, қадіріне жетуіміз керек деп ойлаймын. Осы мына қазіргі мүмкіндікті пайдаланып айтарым, күйдің насихатын барынша сіз болып, біз болып өсіруіміз керек. Өйткені күй болашаққа керек, болашақ қазақтың қазақтығы үшін керек. Тағы бір күй ойнап берейін енді. Мына теріс бұрауда Тәттімбеттің күйі Бозайғыр. Бозайғыр атты күйлер қазақта көп тағы да. Өйткені бұл бір символ, бұл бір батырлықтың бір керемет осы рухтың бір символы ретінде ойнайды. Бірақ дегенмен Тәттімбеттің Бозайғыры өте бөлекше шыққан, аса бір шоқты биік шығармалардың бірі. Бұның кішкене тарихы баяғыда сол жылқыны ұрлайды ғой, баяғы қазақ тыныш жүрмейді, бірінің жылқысын бірі ұрлайды, барымта жасайды. Сол кезде бір күні бір жылқыны жаңағы барымташылар айдап кеткенде ішінде Бозайғыр да кетсе керек. Бозайғырдың үйірі кетіп. Содан біраз жүргеннен кейін Бозайғыр жан-жағына қарап басқа жаққа бара жатқан, басқа елге бара жатқанын біліп, сол қашып кетеді, жаңағы үйіне қарай. Ауылына қарай қашып барса, ауылына Бозайғырдың өзі жалғыз келгеннен кейін, жаңағы ауылдың басшылары, иелері бұл бекер емес деп Бозайғырға мініп, жаңағы жылқыны барымташыларды қуады. Сол барымташыларға келіп, жаңағы соғыс болады, баяғы тобықтан қағады бірін-бірі сойылмен. Сол кезде жылқысын қайтарып алып келе жатқан кезде бірақ жараланады. Мына жаңағы батырдың санына садақтың оғы тиіп жараланып, жолда қансырап қайтыс болады. Sodan Bozayğır ne isterim bilmey, жалғыз батыр қайтыс болып кетті. Ауылға тағы да шабады Бозайғыр. Ауылдағы адамдар тағы да бұл жалғыз бекер келген жоқ деп, сол Бозайғырмен бірге батырдың қайтыс болған жерін тауып алады. Сол кезде бір қанжығасында домбырасы бар бір өнерпаз келе қалады да, мына оқиғаны естіп, сол жерде бір керемет осындай күй тартқан екен. Бұл күй көптеген аңыздың бір түрі енді ол. Бозайғыр бізге жеткізген Әбікен Қасенов. Біздің бүткіл Тәттімбеттің арқа күйлерінің эталоны саналатын Әбікеннің орындауында біз содан үйрендік. Бозайғыр тыңдаңыздар.
екен. Біздің батырлар туралы күйлеріміз осылай естілу керек. Ал енді тағы да сіздердің сұрауларыңыз бойынша осы Әшімтайдың Қоңырқаз күйін орындап берейін. Қоңырқаз, тағы да бұл Қоңырқаз қазақтың дәстүрлі өнерінде Қоңырқаз өте көп. Қоңырқаз ән де бар, Қоңырқаз күйлер де бар, сыбызғыда да тартылатын күйлер бар, әсіресе шығыс өңірінде. Әшімтайдың күйі Қоңырқаз. Бұның қысқаша тарихын Мағауия ағамыз маған былайша деп еді. Бұл Қоңырқаз деген сондай бір жабайы қаз. Жалпы қазақ осы төрттілік малды қолға үйреткен біздің ұлы бабаларымыз. Жылқыны әлемде бірінші болып осы қолға үйретіп мінген біздің ұлы бабаларымыз ғой. Осы табиғатқа жақын жүретін біздің бабаларымыз. Сонда жаңағы Қоңырқаз, жабайы Қоңырқаз қолға үйретуге ешқашан көнбейді екен. Ол қаншама жемін салсаң да, қаншама баптап күтсең де, ол тамақ жемей 1-2 күннен кейін өліп қалады екен. Бұның неге десеңіз, бұл еркіндікті, бостандықты аңсайтын құс екен. Одан артық оған өмір керек жоқ сияқты. Міне осының Қоңырқаздың осындай қасиетіне біздің өнерпаздар, біздің ән күйіміз үлкен шығармалар тудырған. Әшімтайдың күйі Қоңырқаз бұл Мағауия ағамыздың атасы. Қарағандыда Тоқырауын бойында өмір сүрген 19 ғасырда. Бізге 2-3 күйі жеткен. Бірақ осы Қоңырқазы осы арқа күйлерінің классикалық үлгідегі өте бір шоқтығы биік туынды болып бізге жетті. Жеткізген әрине Мағауия Хамзин. Әшімтай Қоңырқаз.
деген екен. Қоңыр қазы осындай күйлер. Құрметті ағайын, осы кішкене халқымыздың басына қиындық келіп, бұл бізге ғана емес, әлемге келіп жатқан қиындық. Осыны жеңеміз. Сіздердің үйде отырып күй тыңдайтындарыңызға, үйде отырып өнерді тамашалайтындарыңызға, сіздердің сеніп, сіздердің көңілдеріңізді көтеріп, сіздерге бір ұлттық музыкамызбен, өзіміздің қанымызбен, өзіміздің қазағымыздың ғасырлар бойы сақталған жауһарларымен сіздердің көңілдеріңізді аулап отырмыз. Әрқашан береке бірлікте болайық. Еліміз аман болсын, қазағымыздың өсіп өркендей берсін, жаратқан соны қолдасын. Рахмет сіздерге.